Мына кісі 15 жылдан бері теңізден әйелінің денесін іздеп жүр. Біздің байларымыз өлігіміз түгіл тірі кезімізді іздемейді деп жеңгелеріміз әзілдеуші еді ғой. Бұл кісінің оқиғасын естіп білсе, ағаларымыз мүмкін ойланар, ал жеңгелеріміз видеоны сүйсініп тебіреніп көрері анық. 2011 жылы Жапонияда магнитудасы 9 балл болған тарихтағы ең қуатты жер сілкіністерінің бірі болды. Ол жойқын цунамиді тудырып, тұтас қалаларды жермен жексен етті. Табиғи апаттан 20 мыңнан аса адам өлді, 2,5 мыңдай адамнан еш хабар-ошар жоқ. Солардың ішінде осы Ясуо Такамацудың әйелі Юка да бар. Апаттың аласапаранында әйелі күйеуіне қысқа ғана, бірақ жүрекке тікелей жететін хат жолдаған. Онда жағдайың жақсы ма? Үйге қайтқым келеді деп жазылған. Цунамиден бір ай өткен соң, біреу Юканың телефонын ол жоғалтып алған жерге жақын автотұрақтан тауып алады. Такамацу сол телефоннан жіберілмей қалған хабарламаны көрді. Онда цунами тым қатты деп жазылған. Міне содан бастап ол күні бүгінге дейін апатта жоғалтып алған жан-жарын іздеп жүр. Мұхиттың түбінен тым болмағанда денесін тауып алармын деген үміт. Ол цунамиден соң алғашқы 2 жылда Жапонияға жақын теңіздер мен мұхиттардың жағалауларын, пляждарды түгел аралап шықты. Бірақ еш нәтиже жоқ. Содан мұхиттың түбін іздеуге шешім қабылдады. Ол үшін арнайы жаттығудан өтіп сүңгудің шеберіне айналды. Сөйтіп іздеу әрекетіне көшті. Жыл сайын бәленбай мың рет теңіздің тереңіне бойлады. Әр түскенінде теңіз түбінен өзге отбасыларға тиесілі заттар тауып шығарды. Алайда сүйікті жарын әлі де таба алмай келеді. 15 жыл өтті, ол іздеуін тоқтатқан емес. Бұны неге істеп жүрсің? Кететін адам кетті ғой дегендерге тек бір сөйлеммен жауап береді. Мұхит тұңғиығына бойлаған сәтімде Юканы әрдайым қасында жүргендей сезінемін депті. Қазақ үмітсіз шайтан деген. 70 жасқа таяған жапондық бұл азамат сол үмітпен ғұмыр кешіп келеді. Мүмкін ол дәл қазірде теңіз астын шарлап, жан-жарының денесін іздеп жүрген болар. Нағыз еркек, нағыз адал жар. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл жыдып шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.